Баршаларыңызға сәлем. Біздің ютубтағы көрермендеріміз, бүгін біз қазір Ташкент қаласына жалпы сапарға шыққалы жатырмыз. Біздің ютуб арнамыздан алыстамаңыздар, себебі біз Ташкентте керемет локациялармен сіздермен бөлісіп отыратын боламыз. Қазір жиналып жатырмыз мына жерде. Шымкент қаласында ауа райы өте керемет болып тұр. Осындай спринтермен қазір Құдай қаласа жолға шығамыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін көріңіздер, себебі біздің YouTube каналымыз арқылы және біздің видеомыз арқылы сіздер дәл Ташкентті көздеріңізбен көресіздер. Мынау Черняевка деп аталады. Қазір осы жақтан шекарадан өтетін боламыз. Осылай Черняевканың границасына келгенде очередь өте қатты көп болады. Сондықтан дайын болыңыздар оған. Ташкент қаласына уже жақындап келе жатырмыз. Қазір мына жерде границадан кейінгі район Зашкопры емес, Мустақиллик емес. Шын районда кетіп бара жатырмыз. Күнде әдем болып тұр. Мынау Минор деген тамақтанатын жерге келдік қазір. Бұл жердің самсалары өте керемет әдемі жер. Ташкентке келсеңіздер міндетті түрде осы жерден тамақ дегендеріңіз дұрыс. Атақты Минор самса деген осы жерде. Рахмат. Олка с собой. Венеция жилой комплекс бар еще мына жақта. Тұр жаңағы Минар чайхананың жанында. Табиғат тоже әдемі тұр. Мына орталық мешіт. Ең үлкен мешіттері. Бірақ біздің Шымкенттегі мешітке жетпейді, конечно. Ташкентке саяхатты тиімді пайдаланғыларыңыз келсе, Smile Travel туркомпаниясы жасасаңыздар болады. Біз сіздерге керемет Ташкент қаласына естен кетпестен саяхат ұйымдастырып бере аламыз. Міндетті түрде біздің инста парақшамызды белгілеп кететін боламын. YouTube каналдың астына сол жерге жазылып, өздеріңізге саяхат ұйымдастырсаңыздар болады. Қараңыздар, қандай керемет. Мынау бізде жаңа Анхор парктың іші. Дәл біздегідей магазин бар. Макро супермаркет дейді екен мына жерде. Күшті керемет жерлер, әдемі. Дәл бізде Шымкенттегідей осындай керемет аттракциондары бар. Бағалары да қолжетімді. Қашқа берегеміз. Туристер өте көп. Әдемі екен. Достар, қараңыздар, сынау. Вообще, Анхор парктың сырт жағы енді вообще күшті жер екен ше. Прям ұнап тұр. Әдемі мына жер. Мынаны қараңыздар. Бутылка, по-моему, Кока-Коланың бутылкасы ғой. Ақшы. Шешіктердің күштісін ай. Кола, вообще. Турецкие мороженые. Қараңыздар, мына жерде парктегі әдемі жерлер. Мына вообще күшті екен. Шатка.
мынаған болады, мынаған болып қоя ма? Бір, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, он, 15, ой, кетті. Кетті. Ташкентке келсеңіздер, еще осындай мороженое жеңіздер. Бұлардың мороженое вообще дәмді енді, супер ше дәмі. Міндетті түрде жеңіздер. На мороженое қазір біз Анхор парктен алдық. Ценасы примерно 300 теңге болды біздің теңгемен. Бірақ стоит. Бізде Шымкентте бұндай мороженое 200 теңгеден сатады. Бірақ мынаның дәмі вообще супер, 300 теңгеге. Күшті абайкалар бар екен мына жерде. Әдемі базар. Анхор парктың ішіндегі базар екен. Өзбекше әдем. Абайкалар, киімдер көрсеңіздер болады, бірақ бағасын шамалы қымбаттау негізі базарға қарағанда. Мына аттракцион енді күшті ше. Осыны көрген сайын отырғым келіп жатыр. Уже 1 сағат уақыт өтті, бірақ біз Анхор парктен шығамай жатырмыз, өйткені действительно стоит парк екен. Біздің Smile Travel компаниясымен келіңіздер, міндетті түрде күшті саяхат ұйымдастырып береміз сіздерге. Осындай топ локацияларымыз бар біздің. Кепка мен очкиімді ұмытып кеткем. Күннен осылай қорғанып жүрмін ғой. Күн ыстық бірақ ше, жақта. Бүгін 1 июнь балалар күні болғандықтан балалар деген өте көп. Туристің де балдары бар, өздерінің де балдары бар. Ошын қайнап жатыр мына жақ. Бешқазан орталық Азиядағы ең үлкен палау орталығы. Тоже міндетті түрде келетін локациялардың бірі бізде. Бешқазан палау центр. Палау пісіріледі мына жақта. Қараңыздар, осындай үлкен қазанда пісіріледі. Мына жақта май құйып қойған. Пісіріліп жатыр. Қанша етпен. Керемет. Нандар өте керемет. Ыстық тандырдан нандар шығып жатыр. Бір нан 7000 сом теңге. 7000 сом деді. Туристер де өте көп әдет. Күн ысып тұр, бірақ сонда да палау жегісі келіп жатыр барлығы. Мына алмалар қандай әдем. Телебашня, но Бешқазанның қасында орналасқан. Бұрын киноларын қайда көрсе береді ғой. Осы нелеріне Ташкенттің көшелерінде кетіп бара жатырмыз. Өте тап-таза, әдемі қала.
машиналардың барлығы ақ түсті, көбінесе бұл жақта қара түсті машина өте редко кездеседі. Қазір біздер Чурсу базарына бара жатырмыз. Сондықтан біздің YouTube арнамыздан алыстамай, соңына дейін көріп отыруды ұмытпаңыздар. Вот это ретро.